Сәлеметсіздер ме? Бұл желі аяқ және менің арнамдағы жеке авторлық әңгімелер. Ал сен өзіңнің алайың айт, жансаяға жоламасын. Өздерінде велосипедке ақша болмаса, өзгенікін сындырудың қажеті жоқ. Бізге велосипед керек емес. Біз алайға мопед әпереміз. Сосын сендердің велосипедтерің ол сындырған жоқ. Өздерің бір арзанды сатып алғансыңдар. Осылай әйелдер айқайға басты. Дауыстары қатты шыққан сонша көрші үйдегі адамдар шошып далаға шығып қарасты. Жақын маңда екі еркек тұрды. Сірә күйеулері болса керек. Темекі шегіп үнсіз қарап тұрды. Әйелдер тек қана айқай салып қана қоймай, төбелесуге ыңғайлана бастады. Олар бір-біріне қарасты. Кеттік па? Иә, уақыт келген секілді десті де екеуі алға қадам басып, әрқайсысы өз әйелдерін ұстап үйлеріне қарай сүйрей жөнелді. Бұл оңай болған жоқ, өйткені әйелдері бұлқынып, тырнап бір-біріне ұмтылып жатты. Ақеркенің күйеуі ұлан айлаға көшіп, оны иығына асып алды. Ақерке тосынан үнсіз қалды да ұлан аулаға қарай тез сытылып кетті. Ал Қалдыбайдың жағдайы қиын еді. Бағила ірі денелі әйел болатын. Қалдыбай оны белінен құшақтап артқа қарай шегініп үйге қарай беттеді. Бір кездер Ақерке мен Бағила бірінші сыныптан бастап ең жақын құрбылар болатын. Әрдайым бірге жүретін. Кейін қалаға кетіп оқып қайта оралып тұрмысқа шықты. Жақсы ер азаматтарға жолықты. Ішпейтін, еңбекқор еді. Содан 1-2 жыл өтпей жатып, жаңа үйлер сатып алды. Тағдырдың жазылуымен үйлері де қатар тұрды. Осы кезден бастап барлығы басталды. Қалдыбай мен Бағила әдемі қымбат қоршау орнатты. Ал Ақерке бірден одан қымбат биігін салдырды. Ақерке мен Олан үйді сәнді қаптармен қаптады. Ал Бағила одан да сирек қаптамаға тапсырыс берді. Бәрі үнсіз бір-біріне күлімсіреп жүріп, артынан жаман көзбен қарайтын болды. Ақыры мәселе бақшалардың арасындағы шекараға тірелді. Ол жерде ені шамамен 1 метрлік арамшөп басып кеткен жолақ бар еді. Екеуі бір күні бақшаны өңдеп жүргенде Ақерке Бағилаға: "Бағила, мына арамшөпті орып тастамасаң болмайды" деді. Бағила орнынан тұрып, маңдайынан терін сүртіп: "Айтпа құрбым, әйтпесе мынау сосын таралып кетеді" деді. "Ал сендер қоршау қоймасыңдар ма? Мен сендер бәрін 3 метрлік қоршаумен бөліп тастайды деп ойлағам. Қойғымыз келеді әрине. Бірақ ол қалай болады? Біз қоршауды салып, ал сендер оны пайдаланасыңдар ма? Жоқ, бұлай болмас. Сендер салыңдар. Әлден шалаң жоқ па? Қаласаң қарызға бере тұрайын." "Жоқ, өзіңе қалдыр. Кейін керек болады. Ал маған арамшөп кедергі емес. Келші, жақсы. Биік болып өссін. Қызыққұмар көршілер менің керемет өсіп жатқан бақшамды көрмесін." Ақерке қолын бүйіріне қойып терең тыныс алды. "Сенде не жақсы өсіп жатыр соншама? Бақшаң батпақтай арамшөпке толы ғой. Менде бәрі керемет. Көр де тұр. Қаласаң күзде көкөністерімді арзан бағаға берейін." "Қай жерден көрдің менде арамшөп барын? Қайдан сатам дейді? Сен көкөністеріңді жеп уланып өл дейсің бе? Өмірі немен қалай тыңайту керектігін білмейсің." Айқай барған сайын күшейе түсті. Әйелдер бәрі неден басталғанын әлдеқашан ұмытып кеткен. Әйтеуір ұрысып жатты. Бұл жолы төбелеске жетпеді. Нөсер жауын құйып екеуін де сәл сабасына түсірді. Бірақ мәселенің ашық қалғанын екеуі де түсінді. Бағила мен Ақеркенің жасы 30-дан сәл асқан. Күйеулері сәл үлкендеу, бірақ айырмасы көп емес. Күйеулері құрбылар арасындағы бұл араздықтың басталғанын бірден аңғармады. Жағдай тым шиеленіскенде барып түсінді. Ақеркенің ұлы мен қызы бар. Бағилада да ұл мен қыз, тек жастары керісінше. Ақеркенің ұлы үлкен болса, Бағиланың қызы үлкен. Бірде Бағила үлкен сөмкені толтырып киім алып келді. Онысына Қалдыбай таң қалды. "Бұл не, біреуді тонап келгеннен солмысың?" деді. "Сатып алдым. Саудагер дүкеннің жанына келіп сатып жүр екен." Ақерке өз балаларын алып жатты. "Біз одан кембіз бе? Ақшамыз жоқ дейсің бе? Міне, мен де дәл сондайдан алдым." Қалдыбай киімдерге қарап жағасын ұстады. "Естерің дұрыс па? Олардың алайы 3-ші сыныпқа барады. Ал біздікіне бұл киімдер тағы 4 жылдан кейін ғана жарайды ғой." Бағила ойланып қалды. "Ештеңе етпейді. Кейін сатып алудың керегі болмайды." Қалдыбай басын шайқады да, Бағила киімдерді жайғастырып жатқанда, қоймадан бір бөтелке тұнба алып аулаға шықты. Қараса көршісі де кіреберісте темекі шегіп тұр екен. Қалдыбай жай ғана ысқырып бөтелкені көрсетті. Анау басын изеді де еске-кескен қимыл жасады. Қалдыбай түсіне қойып басын изеді. 10 минуттан кейін олар өзен жағасында қайықтың ішінде кездесті. "Армысың көрші? Бармысың досым? О, парниктен қияр мен қызана қалыпсың ғой." "Ой, жарайсың. Мен тіске басар ештеңе алмаппын." "Ештеңе етпес. Тек бір нәрсені түсінбеймін. Неден осындай шошытты? Бұлар бұрын құрбы еді ғой. Енді шырысы бәлек. Өзім де түсінбеймін. Бәрі дұрыс сияқты еді. Бірақ бәрі екеуін де меңгеруші етіп қойғаннан кейін басталды." "Дұрыс айтасың. Менің әйелім бірде менен келіп, қайсысы маңыздырақ? Асхананың меңгерушісі ме, әлде клубтың меңгерушісі ме деп сұраған еді. Міне, мәселе қайда екен. Ал енді мұнымен не істейміз? Абсурд қой бұл. Ақерке маған жақында солтүстікке барып жұмыс істеп келмейсің бе деді. Тамаққа шашылып қала жаздадым. Ақша жетпей жатыр деп айтқаным жоқ. Үй жаңа, бәрі бар. Ал ол мені солтүстікке жібермек. 1 жыл жұмыс істесең, көлік алар едік. Көршілер қызғаныштан жарылар еді" дейді.
Улан түкіріп жіберді. Түсінесің бе, тек қана бір ұрыс үшін күйеуін солтүстікке жіберуге дайын. Қалдыбай күрсініп стакан толтырды. Олеке, бірдеңе істеу керек. Бірақ не істейміз? Арамшөп үшін қалай ұрысқандарын естідің бе? Мен өзімдікіне шауып тастайын, кейін өзіңе жеңіл болады дедім. Ал ол жоқ, тұқымдар ұрып кетсін дейді. Мен қолыма шалға алсам басымды шауып алатындай болды. Тиме, бәрі бізді бақылап жүр дейді. Мен оған бізге кім қарап отыр дедім. Олар күрсініп түрлі нұсқаларды ойлап тапты. Бірақ бірден ақ жоққа шығарып отырды. Бәрі жарамсыз. Әйелдері кез келген жоспарды бір-ақ сәтте жоққа шығарады. Өкініштісі мерекелерді жиналып бірге атап өтетін едік. Ал қазір мыналар жүр ит пен мысық болып. Балалар да дос болғылары келеді. Аналары жоқта бірге ойнайды. Олар көрсе енді шудың көкесі суында болады. Бөтелке тау суға жақындағанда Ерланның велосипедімен алай ұшып келді. Әке, Қалдыбай аға, аналар тағы да ұрысып жатыр. Ерлан ажыратпақ болып еді, бірақ шамасы келмей жатыр. Ажырату? Төбелесіп жатыр ма сонда? Әлі емес. Бірақ қазір басталуы да мүмкін. Қалдыбай мен ұлан атып тұрып жүгіре жөнелді. Әйелдердің дауысы алыстан естіліп жатқан соң, олар адымдарын жылдамдатты. Қоршаудың үстінде адамдар асылып қарап күліп тұр екен. Ақерке де, Бағила да бақшаның ішінде айғайлап жүр. Еркектер соларға қалай ұмтылды. Иә, мәселенің барлығы әлі де сол бір арамшөпте. Кімнің бақшасынан көбірек тұқымы түсті сол анықталмай жатыр. Бірақ соның кесірінен екені анық. Еркектер ашулы еді. Тып-тыныш өмірлері тозаққа айналды. Әйелдер шынымен де сәл қалғанда төбелеске кірісер еді. Бірақ әзірге бір-біріне тек шөп жұлып лақтырумен шектелді. Ұлан айқайға басты. Ей, екеуің, ауыздарыңды жабыңдар. Ақерке оған шошып кетіп қарады. Ал Бағила Қалдыбайға тап берді. Неге үндемейсің? Неге? Әйелің айғайлап жатқанын естімедің бе? Қалдыбай оған суық көздерімен қарады. Иә, дұрыс айтасың. Аузыңды жап. Бір сәтке үнсіздік орнады. Бірақ одан кейін Ақерке мен Бағила екі есе күшейе айқайлай бастады. Бұл жолы бір-біріне ғана емес, өз елдеріне де айқай салды. Өйткені олар ақымақтар. Алдымен Ұлан Ақеркені, артынша Қалдыбай Бағиланы ұстап алды. Балалар да ажыратуға көмектесті. Үйдің есігін ашты. Қалдыбай айқай салды. Болды, ашпаңдар. Әке, мен жертөле дедім ғой. Бағила бауыздап жатқандай шыңғырды. Сүмелек, не істеп жатырсың? Маған қарсы шыққаның ба? Олардың жағындасың ба? Қалдыбай жертөленің есігін жауып, үстіне ауыл креслоны жылжытып қойды. Өзі далаға шығып, орақталып арамшөпке қарай беттеді. Ол жерде Ұлан да өз орағын қайрап тұр екен. Қалдыбайға қарап, біздің қыздар демалып жатқанда орып тастамаймыз ба? Бір сағатта барлық арамшөпті орып тастады. Бақтары кеңейіп әдемі болып қалды. Тағы жарты сағат оны сыртқа шығарып әлек болды. Сосын дәл бұрын арамшөп тұрған жерге орындық жасап үстел қойды. Құймалар, қияр, май алып келді. Отырып балаларға бұрылды. Ал енді барып босатыңдар. Суларды құйып күте бастады. Бірінші болып Бағила шықты. Дірілдеп баяу жүріп келді де тоқтады. Бірнеше минуттан соң Ақерке шықты. Ұланның қасына келіп үнсіз тұрды. Сөзді Қалдыбай бастады. Мыналарың не әйелдер? Бір-біріңді жеп, бүкіл ауылға масқара болып жүрсіңдер. Үндемеген сайын барлығы өшіп бара жатыр. Ал мұның бізге керегі жоқ. Бұл шешімді Ұлан да қолдады. Сендерде бәрі бірдей болуы керек. Біреуің артық не кем болса, не болатынын бір Құдайдың өзі біледі. Бағила икемденді. Қалдыбай, не айтып тұрсың? Не естісең сол? Болды. Үйленгенде сені нормальный әйел деп ойлағам. Сен нағыз есалаң екенсің ғой. Айтшы, сендер Ақеркемен нені бөлісе алмай жүрсіңдер? Екеуіңде де бәрі бар ғой. Бағила үнсіз мұрнын тарта берді. Ақерке күйеуін түртті. Ұлан, мына Қалдыбай не айтып тұр? Өз беттеріңмен өмір сүре беріңдер дейді. Қаласаңдар қырылыңдар, біз шаршадық, қалаға кетеміз. Өзіміздей дұрыс адамдарды табамыз. Жанымыздағы жанартаулар қашан атқылайды екен деп өмір сүргіміз келмейді. Әйелдер бір-біріне қарады. Тағы бір-бірін айыптағысы келіп тұрды, бірақ екеуі де үнсіз қайта үстелге қарады. Еркектер оларға мән бермей, өзара сөйлесіп ішіп отырды. Біраздан соң Бағила Ақеркеге қарады. Ақерке, біз де отырмаймыз ба? Жастық шақты еске алып, сол үшін бір көтерейік. Еркектер өздерін жалғыз ерекше жаратылғандай көреді ғой. Біз қазір олардың алдында тізерлеп жылап жібереміз деп ойлаған шығар. Ақерке басын изеді. Келісемін. Қанша жыл болды бірге отырмағанымызға? Бұрын қалай көңіл көтеретін едік, есіңде ме? Бүкіл ауыл таң атқанша ұйықтамайтын еді ғой. Ұлан мен Қалдыбай бір-біріне қысқаша қарап жымиды. Жоспарлары іске асып келеді. Тек әйелдер жалғыз қалғанына қатты қуанып кетпесе болғаны. Өтпесе тағы ренжісіп қалып қайта ұрысуға тура келеді. Ал ұрысқылары келмейтін. Бағила Ерланға тез барып тіске басар, мен ең әдемі шарапты алып келуді бұйырды. Ерлан оқша атылып үйге кіріп кетті. Ақерке де өз жағына бұрылып, ей, сендер неге тұрсыңдар? Үйге барып тіске басар мен шарап алып келіңдер. 5 минуттан соң үстелдің үсті жайнап кетті. Ал шараптарды балалар үстелге бірдей қойғанында әйелдер бір-біріне қарап күліп жіберді. Ой, Бағила, ақымақпыз осы. Бағила басын ұстап күлді. Ой, айтпа. Ұлан мен Қалдыбай таң қалды. Таңертең ғана жау болған екеуі қазір құшақтасып шарап ішіп отыр.
Қалдыбай, осы әйелдердің табиғатын ешқашан түсінбейміз. Қанша тырыссақ та пайдасыз. Оған келісіп басын изеді. Осыдан кейін Ақерке мен Бағила ұрыспай баяғыша дос болып кетіпті. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Егер әңгіме ұнаса, қолдауыңызды баспа батырмасын басу арқылы білдірсеңіз болады. Сау болыңыздар.